Еншімізді алып бөлек шыққаннан соң тыныш өмір сүретін шығармыз деп ойлағам. Өйткені мен келін болып түскелі бері қорлықтан көз ашпай келемін. Тек күйеуімді сүйгендіктен, екеуміздің махаббатымыздан туған ортақ балаларымыз үшін ата-енемнің барлық мінезіне шыдауға тырысып бақтым. Мен ата-енемнің қолында 5 жыл тұрдым. Қайным үйленгеннен кейін бізді бөлек шығаруға ата-енем де асыққан жоқ. Екі келін бір шаңырақтың астында тату-тәтті тұратын заман өткен. Мүмкін екі келінді бір шаңырақтың астында ұстап үйітіп отыратын енелер аз шығар. Ал менің енемнің қолынан екі келіннің басын біріктіріп ұстау келмек түгілі, жоқ жерден екеуміздің арамызға ірткі тастап жауластыруға ұста. Келінім менен 3 жыл кейін келгенімен жұмысы жоқ. Енемнің сөзіне ереді де, не айтса соған сеніп, мені өзіне жау көреді. Қырсығып, барлығын керісінше істейді. Енемнің сырын жатқа білгендіктен мен келінімді жазғыра да алмаймын. Бірақ өзіңді жек көріп, жасы үлкен, келіндік тәжірибесі де мол, менің абысыным ғой деп сыйламаған адамды мен қалайша жақсы көрем. Келінімнің де түсінігі таяздау. Қайным оның көркі мен сымбатына қызығып үйленсе керек. Соңғы кездері екеуінің арасы жақсы болмай жүргенін байқаймын. Ол келін болып түскен алғашқы күндері сызылып, ибас сақтап жүргенімен шыдамы бір айға жетті. Кейін шынайы бет-бейнесі ашылып, тіпті сәлем салуды да қойды. Біз бұрынғының келіндері емеспіз ғой. Бір-бірімізге әпке мен сіңлі секілді қарым-қатынаста болайық. Арамызда күндестік болмай тек сырлас болайық дегенін мен де құп көрген едім. Әпке-сіңлі арасындағы қарым-қатынас дегенде бір-бірімізге бауырлардай жақын болармыз. Сыйластығымыз артып, жақындай түсеміз деп ойлап қателескен екенмін. Оның ойынша, келін үлкендерге сәлем салса, абысынның әпке орнына көріп, еліп сәлем салуды қажет етпейді деп ойласа керек. Оның санасының таяздығына да етім үйреніп кетті. Айтайын дегені мүлде ол емес еді. Мен тек ата-енемнің тырнақ астынан кіріздеп, ұямыз бөлек болса да, ішкі мәселемізге араласа беретіндігін ұнатпай, үйренішімді тарқатып алмақ болғанмын. Күйеуімнің еңбекқорлығы мен болашақта отбасын асырай алатын еті тірі пысықтығына риза болып тұрмысқа шыққанмын. Арамызда өліп өшкен махаббат болмаса да, ол үйленуді, мен тұрмысқа шығуды көздеп танысқанымызға 2 ай өткенде уақытты көп созбай үйленуге шешім қабылдағанбыз. Сол асығыс қадам болды ма, мен отбасылық өмірде толыққанды бақыт тапқан әйелмін деп айта алмаймын. Әйел бақытын, аналық бақытты сезінгеніммен, мен келін болу бақытын сезіне алмай келемін. Өйткені атам да, енем де әлі күнге дейін еркімді өзіме қалдырған емес. Біз олардан әлде қашан бөлек шығып, өз алдымызға өмір сүріп жатсақ та, отбасымыздың ішкі мәселесіне араласып маза бермейді. Ата-енемді шама-шарқымша құрметтеп сыйлаймын. Олар күйеуімнің ата-анасы болғандықтан бір ауыз қарсы сөз айтқан емеспін. Жасының үлкендігін, менен гөрі отбасылық өмірде тәжірибесі мол болғандығы үшін сыйлаймын және айтқан кеңестеріне де құлақ асамын. Бірақ шектен тыс ақылдымсып, ішер асымыз бен киер киімдерімізге дейін солардың араласқанын қаламаймын. Құдайға шүкір, бала-шағамды ешкімге алақан жаймай, барымен базар етіп өсіріп келемін. Күйеуімнің табысына қосымша ретінде мен де жұмыс істеп, отбасымызға кіріс кіргізіп отырудан қашпадым. Оның үстіне алған білімімді текке кетірмей, қажетіме жаратқаныма қуанамын. Мамандығым бойынша жұмыс істеп, аз да болса табыс тауып жатқанымды да ешкімге міндет еткен емеспін. Күйеуім де мені сол үшін бағалайды. Үй шаруасында да бала тәрбиесімен ғана айналысып, сыртқы өмірден хабарсыз қарайып қалған жоқпын. Керек жерінде ұжымдастарыммен араласып, ұжымдық кештерге де барып тұрамын. Күйеуім де маған толықтай сенгендіктен,
Ол да қарсылық білдірмейді. Бірақ балалы үйдің ұрлығы жатпас дегендей, үйімізге жиі келіп тұратын ата-енеме балаларым менің тойға барып келгенімді айтса, немесе үйімізге деп жаңа бір бұйым алсақ, міндетті түрде ата-енемнің бірінен сөз естимін. Үлкенім есін біліп қалған. Ол ата-анасының, ата-әжесінен ұрыс естімеуі үшін болған жайды жасырын ұстайды. Ал қалған екеуінің аузында сөз тұрмайды. Мен балаларыма не деп ұрсамын? Олар әлі бала ғой. Соны білетін ата-енем де алдымен менің қайда барып, немен айналысып жүргенімді, үйге кімдер келіп, кімнің кеткенін және қандай жаңа зат сатып алғанымызды кіші балаларымнан сұрап алады. Мен ата-енемнен қажетіме деп ақша сұрамағанмын да. Керісінше, өзімізден артылардай болса оларды қуантуға тырысып, орайы келгенде сыйлықтар әперіп тұрамын. Ал ауылға барған сайын тәттілеріммен қоса терлеп-тепшіп күрең шай ішіңіздер деп ең жақсы шайлардан апарамын. Енемнің маған неге көңілі толмай жүргенін әлі де түсіне алмай келемін. Ол ұлына өсіріп баққаны үшін таудай міндет артады. Енемді де түсінемін. Әрбір ана баласынан тек жақсыны күтеді. Ал менің енем ұлы мен келінінің жап-жақсы жанұя болып, немерелерін өсіріп қызметте де беделді болғанының өзін қанағат етпейді. Оны қуаныш санамайды. Бар арманы алтынмен аптап, күміспен қаптап, әдемі көйлектермен көмкеріп тастамадыңдар деген өкпесі таусылмайды. Алтынды 50 жасқа толған мерейтойында апарғанбыз. Одан кейін мерекелерде көйлек көншексіз де қалдырмадық. Әр барған сайын алтын таға беретіндей шамамыздың жоқ екендігін өзі де көріп отыр ғой. Егер ұлына шын жаны ашса, 2 бөлмелі үйлеріңді кеңітіп алыңдар. Сендерден ештеңе дәметпеймін. Маған ештеңе бермей-ақ, менен ештеңе алмай-ақ өз күндеріңді өздерің көріп, арбаларыңды сүйретіп жүрсеңдер, соған да разымын. Мен үшін ең үлкен қуаныш осы деудің орнына біздің олардан асып кетпеуімізді қалайтын сияқты. Олай деуімнің де себебі бар. Қайынатам жиһаз алғанымызды ұнатпайтынын ашық айтады. Тозаңытқышымыз істен шығып орнына жаңасын алғанымызда да, ескі теледидардың орнына жаңасын несиеге алғанымызда да, тіпті ең арысы тиын-тебен тұратын шаңсорғыш алғанымызда да үлкен дау болған. Құрқылтайдың ұясындай үйлеріңе неменеге жиһаз аласыңдар? Жаңа теледидар қарап, шалқайып жатайын дедіңдер ме? Үй жинауға ерініп, шаңсорғыш алдыңдар ма? Сыпыртқы нелеріңе жетпейді? Жатып ішер жалқаусыңдар деп тілдеген. Айтар сөзім көмейіме келіп тұрса да тілімді тістеп қалғам сонда. Мен бірдеңе десем, бала-шағамен қосып қуып шығатын түрі бар. Бастысы, олармен бірге тұрмаймын ғой. Айтқысы келгенін айтып қалсын деп үнсіз шыдадым. Бірақ олар кеткен соң шерімді күйеуіме айтып жылап аламын. Мені жұбатқанымен күйеуім туған әке-шешесіне не дей алсын? Жиі келсе де, мен мұндай қытығыма тиетін сөздерді күн сайын естіп жүрмегеніме қуанамын. Әйтеуір күйеуім жанымды түсініп, балаларым да жадырап қасымда болса, барлығын ұмытып жүре беремін.